Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен менің есімім Мажар. Барлықтарыңыз танитын шығармыз. Так, видео звуктарыңызды өшіріп қойғандарыңыз дұрыс болады. Ой, молодцы. Так, бір ғана звук өшпеген екен. Аха. Қайырлы кеш баршаларыңызға, бәрімізға қайырлы ұзын болсын. Менің есімім Мажар, жасым 44-те. Аллаға шүкір, балам Америкадан келді, кеше күтіп алдым. Аллаға шүкір, мауқымды басып, енді бизнеске кірісіп жатқан ретім бар. Енді сіздермен бүгін Age Nutrition компаниясын мен танысатын боламыз. Age Nutrition компаниясы 2019 жылы Малайзия елінде тіркелген компания. Қазір уже міне 7-ші жыл аяқталып келе жатыр. 7-ші осы 6 жылдан асты, 7-ші жылға аяқ бастық. Сол 7 жылдың ішінде компания 40 мемлекетте, 40-қа жуық мемлекетте тіркелген. Компаниямыз Малайзиядан бастау алғанымен Европалық мемлекеттерде, Америкада, Канадада, Австралия, Сингапур, Индонезия және де Африка мемлекеттерінде жұмыс істеп жатыр, официально тіркелген, ресми тіркелген. Соның ішінде Қазақстанға компаниямыз апрель айында біз Малайзияға тіркелдік. Негізі майдан бастап Қазақстанға ресми кірді. Енді қараңыздар, бұл компанияның негізін қалаушы мына ағайынды екі жігіт, Хафиз және Файыз Салих деген ағайынды екі жігіт. Бұл кісілер өткенде шілде айында бізге келіп, бұл кісілермен танысып, бірді дастархандас болып, бұл кісілерден сабақ алдық, кездестік. Ағайынды екі жігіт бұрын сетевой индустрияда жұмыс жасаған, сол жерде жұмыс жасап жүріп, үлкен лидер болып, өздерінің нәтижелері, результаттары жоғары болған. Одан кейін барып, өздерінің компаниясын ашып, осы Age Nutrition компаниясын ашып жұмыс жасап отыр. Енді қазіргі таңда біздің компаниямыздың президенті бұл Дато Эскандер Халим, мына сол жағында тұрған ер азамат. Бұл кісі қазір зейнеттегі кісі, зейнетке шығарының алдында бұл кісі Малайзияның ішкі сауда министрлігінде жұмыс жасаған, басшы болып жұмыс жасаған кісі. Бұл кісі зейнетке шыққаннан кейін көп компаниялардан ұсыныс түскен. Сол ұсыныстардың ішінен біздің компаниямызды таңдап алып отыр. Бұл кісі қазіргі таңда осы 2025 жылдың мамыр айынан бастап жаңағы ассоциация сетевых компания MLM компаниялары және де жаңағы прямые продажи дейміз, тікелей сату компанияларының ассоциациясының қауымдастығының секретарин, Малайзиядағы секретарі болып тағайындалған. Ол кәдімгі сайланып, дауыс беріп, іріктеліп алынатын лауазым. Сол лауазымды да алып отыр, екі жұмыста қатар жұмыс атқарып отыр. Бұның бәрін неге айтып отырмын? Жаңағы біздің сол ассоциация мемлекет пен компанияның арасындағы байланысты құратын жаңағы қауымдастық. Соның Малайзиядағы жаңа басшысы деп айтуға болады, секретарі 2 жылға тағайындалды бұл кісі. Сондай, бұның бәрі біздің компанияның Малайзия еліндегі беделін көрсетеді, дәрежесін көрсетеді, оны ауыз толтырып мақтанып айтуға болады. Компаниямыздың миссиясы трансформация жизни людей дейді. Адамның өмірін, денсаулығын да, жаңағы қаржылай жағында бәрін өзгерту, жақсарту, трансформациялау. Біздің жаңағы басты құндылығы бұл жерде адамның денсаулығы және де адал дұрыс жолмен алу. Біздің компаниямыз 2023 жылы ислами премия алған компания. Ол жаңағы прозрачный жұмыс істегені үшін, жаңағы компанияның салықты ғана емес, зекетті де бергені үшін. Бұлар Малайзия мемлекеті мұсылман мемлекеті болып саналады. Ол жерде қытайлықтар, үндістер өте көп тұрады, және де жергілікті сол Малайзияның жергілікті халқы, оларды малайлықтар дейді. Сол малайлықтардан ашқан компаниясы, мұсылман бауырларымыз.
Енді біздің мына өздеріңіздің экранда көріп отырған AG-Sierra өнімі бұл флагмановский продукт болады. Қазақстанның нарығына енген алғашқы өнім осы AG-Sierra. AG-Sierraның бұның бүкіл сертификаты бар. Қазір егер сіздер өздеріңіздің қолдарыңызда болатын болса, алып қарасаңыздар, ол жерде QR коды да бар, және де ол жерде оның сертификаттары бар. Сертификаттарының ішінде жаңағы ең бірінші сертификаты ол халяль хаким сертификаты, бұл малайзиялық сертификат. Хаким сертификаты дегеніміз бұл дүние жүзі бойынша именно халяль сертификаттар кез келген мемлекеттікі жаңа қабылдана бермейді, не признается дейді ғой. Бұл әлем мойындаған сертификат. Одан кейін барып еврейлердің беретін кошерный сертификаты бар. Жаңағы 40 мемлекетке кірдік дедік, әрбір мемлекеттің өзінің заңының талабына сай сертификаттары бар. Сол бүкіл сертификаттарын алған. Және де өнімді өндірер кезде өндіріске GMP стандарты бар. GMP стандарты бәріміз білеміз, қандай стандарт екенін. Әрбір жаңағы оны заводтың жобасын салып атқан кезде сол стандартқа сай қылып салу керек. Одан кейін соған сай жұмыс жасау керек. Өндірістің бүкіл циклдары сол GMP стандартына сай болу керек. Одан өзге хасп стандарты бар, хасп стандарты дегеніміз бұл транспортировканы және де жаңағы жеткізу және сақтау, қоймаландыру, соның бәрін стандарттарын қамтитын стандарт. Өйткені бұл стандартты неліктен алып отырмыз? Біздің жаңа қазір ингредиенттеріне тоқталып өтеміз. Ол ингредиенттерінің бәрінің әрқайсының жеке сертификаттары бар. Солардың бәрін біз әртүрлі шетелден, біздің компания негізі жаңағы Европаның елдері Германиямен, Австриямен, Франциямен, Испаниямен, Италиямен қарым-қатынас жасайды. Америкамен, Япониямен, содан кейін Индиямен, Австралиямен жаңағы қарым-қатынас жасайды. Олардың жоғарғы дамыған технологияларын алып, солардың технологиялары бойынша жаңағы шикізаттарды алып, өзіміздің заводта өндіреміз. Олардың технологияларын алады кейбіреулерінен. Вот сондай компаниямыздың бұл сертификаттардың барын сертификаттармен жаңағы стандарттарды неліктен компания осының бәрін алып отыр? Ол сіз бен біздің осы өнімнің сапасына берген кепілдігі, біздің сенімдігіміз арттыру, әрбір тұтынушының өнімге деген, компанияға деген сенімдігін арттыру. Бұл сертификаттарды алу үшін өнім бір емес бірнеше клиникалық зерттеулерден өтеді. Содан кейін ғана барып беріледі. Енді бұл өнімнің құрамына келетін болсақ, мына церамиды дегеніміз, бұда біз Франциямен сотрудничать етеміз, Франциядан аламыз. Францияның бидайы бұрыннан бері белгілі, ол ең жоғарғы сұрыпты бидай. Осы Францияның сортының атауы есімнен шыққан, сол сорттан алынады. Церамиды сол бидайдан алынатын дүние, ол не істейді, біздің ағзамызға не үшін пайдалы? Егер сіздер біздің мықты спикеріміз, жаңағы фармакология, фармацевт, клинический фармакологияның маманы Жанар Төлеуованың зумына кірген болатын болсаңыз, ол кісілер бәрін, әрбір жаңағы тек қана біздің мына ауру деп мынаған көмектеседі деген емес, сіз бен біз өзіміздің ағзамызбен танысуымыз керек. Әрбір аурудың артында не тұр? Мынадан осы жерде сбой болған кезде қандай последствияға, біздің бауырымыз қалай жұмыс істейді, қан дегеніміз не, ол әшейін қызыл су емес деген сияқты, соның бәрін талдап, біз осығанға дейін бауырды да талдадық, жаңағы стволовые клетки дегеніміз не, одан кейін барып қанның құрамын талдадық, сахарный диабетті, кеше өтке байланысты талдаулар жүрді. Сол зумдар өткізілді, оның запистерін бере жатармын, көрсеңіздер болады, онымен танысыңыздар. Жаңадан келген адамдар немесе зумға кірмеген кісілер болатын болса, мықтап тыңдап алыңыздар. Ол тек қана сіздердің мына бизнестегі ғана емес, өздеріңіздің болашақта, даже басыңыз ауырған кезде де, температура көтеріліп атқан кезде ағзаңызда не болып жатқанын түсінуге, өзіңізге түсінуге өте көп
көмегін тигізеді. Ал енді мына церамидаға келетін болсақ, церамида дегеніміз ол не істейді? Ол деген біздің әрбір жасушамызды қорғайды. Әрбір жасушамызды қорғайды. Ол біздің мына теріміздің ылғалдылығын жоғалтпауына, мына терінің ылғалдылығын жоғалтпауына айтып жатады, иә, сухая кожа деп. Суды аз ішсек, біздің теріміздің жаңағы ылғалдылығын жоғалтады. Ылғалдылығы жоғалған тері ол жылдам қартаяды, беттегі әжімдердің түсуі, терінің структурасының бұзылуына алып келеді, иә. Вот сонымен өте жақсы жұмыс істейтін клиникалық зерттеуден өткен осы церамиды. Бұдан өзге, бұны церамиды да айттық, иә, бұның да жаңағы глютені жоқ, ГМОсы жоқ, оның да сертификаттары бар. Келесі ауыз толтырып айтатын біздің ингредиентіміз бұл хайталиф. Хайталиф дегеніміз бұл мына зәйтүннен алынатын зат. Зәйтүнді, кәдімгі мына зәйтүннің дәнін, жемісін сыққан кезде оливка зәйтүн майы шығады. Зәйтүн майының пайдасын бәріміз білеміз. Енді одан бөлек су бөлініп шығады. Именно осы суды хайталиф дейді. Хайталиф неліктен керемет дүние, нелімісімен ол біздің ағзамызға пайдалы. Хайталифтің құрамындағы гидрокситиразол. Бұл жаңағы айтып өткенде бұның да сертификаттары бар, оны экранда көріп отырсыздар. Бұның жаңа халялды сертификаты, таза, өзінен жасалған деген, ешқандай қоспасы жоқ деген, ГМОсы жоқ, бүкіл стандартқа сай деген сертификаттары, стандарттарының бәрі бар. Жаңағы оның құрамындағы гидрокситиразол бұл біздің, қалай десем, ағзамыздағы хронический, бізде көбімізде, иә, диагноз хронический дегендерді ХР дейді, диагнозымыз жаза береді. Мысалы, менде хронический ревматойный артрит, полиартрит бар өзімде, иә. Оған уже 30 жылдан асты. Мені 31 жыл болады февральда. Содан бері ол менде хронический болып келе жатыр. Ол дегеніміз не? Хронический дегеніміз ол организмде постоянно үздіксіз қабыну процесі бар деген сөз ғой. Тоқтаусыз, үздіксіз жаңағы қабыну процесі, воспалительный процесс жүріп жатыр, иә. Вот мына гидрокситиразол сол қабыну процесін тоқтатуға көмектеседі. Одан кейін барып ол біздің мықты кардиопротектор, онкопротектор деп, онкологияға қарсы. Өткенде Жанар Төлеуовна айтты, иә, антиоксидант. Антиоксидант дегеніміз не үшін қажет біздің организмімізге? Бұл біздің свободный радикал. Әрбіріміздің, әрбір адамда ағзасында свободный радикал болады. Ол свободный радикалдың болғаны, ол постоянный цепная реакцияны запускать етеді. Өйткені оның бір ионы жоқ. Бір ионы жоқ деген кезде ол өзіне керектісін келесі клеткадан ала береді. Ол келесі клеткадан сол цепная реакция соны тоқтатпайынша, ол ион керек оғанда ол қайдан алады? Ол тек қана екінші клеткадан алады. Ал жаңағы антиоксиданттар сол сіздің дұрыс емес тұрған свободный радикал клеткаңызға сол ионды бере алады. Или бұзылған клеткаларыңызды жаңағы нейтрализовать етеді, иә. Сондай мықты қасиеті бар. Одан кейін барып ол зиянды бактериялармен күреседі. Егер организміңіздегі қабыну процесі тоқтайтын болатын болса, просто елестетіп көріңіздер, қабыну процестері тоқтайтын болатын болса, зиянды бактериялар болмаса, грибоктар болмаса ағзадан, біздің кардиопротектор, ол жүрегімізбен, қан тамырларымызбен, қанның құрамымен жұмыс істейтін болатын болса, иә, жаңағы свободный радикалдар, бос радикалдарды тоқтататын болатын болса, біздің ағзамыз жаңағы сауға ма, денсаулығымызға түзеле ма, пайда бола ма? Әрине, осының бәрі біздің денсаулығымызға үлкен зор пайдасын береді. Сіздер жаңағы осы эльжисераны ішкен деден кейін өздеріңіз байқасаңыздар, ұйқыларыңыздың жақсарғанын байқаймыз, иә. Ұйқының жақсарғаны, ертең тұрған кезде үстіңізден бір танк басып кеткендей болып шаршап, дел сал болып оянбаймыз, тынығып, глубокий сон. Ол центральный нервный системамен де жұмыс жасайды. Соны да көріп жатсыздар. Соның ішіндегі үлкен, осы біздің эльжисераның ішіндегі үлкен үлесін қосатын осы именно хайталиф.
осыны түсінсеңіздер екен деймін. Мынау хайталифтің құрамындағы жаңағы гидрокситиразолдың қаншалықты бар екенін, қаншалықты бай екенін көрсетеді, иә. Ең жоғарғы бұған уже бірнеше зерттеу ғылыми жұмыстар уже жүргізілген. Вот соның бәрі хайталифтің пайдасын көрсетіп тұр. Оның ішіндегі қаншалықты гидрокситиразолды ең жақсысын, ең үздігін таңдап алады біздің компания. Мынау жаңағы кәдімгі ғылыми зерттеу жұмыстары. Ерінбесеңіздер, оқып шығыңыздар, қарап шығыңыздар, аударыңыздар орысшаға. Егер интернеттен қарайтын болатын болсаңыздар, гидрокситиразол, ол дегеніміз не, несімен пайдалы деген сұрақтарды қоятын болатын болсаңыздар, ол мықты проводник. Каждый жасушаға бізге жирорастворимый, водорастворимый, майда еритін және суда еритін витаминдерді әрбір жасушаға жеткізіп, жаңағы проводник жасушаға енгізіп береді. Енді одан басқа біздің құрамында экстракт сакуры бар. Сакура дегеніміз, бәріміз білеміз, японская вишня. Бұл дегенің біздің организміміздегі коллагенді. Коллаген дегенді, біз егер коллаген дегенді елестейтін болсақ, не үшін десек, біз оны білеміз, иә. Беттің әжімді кетіруге коллагенмен кремдер алып жатамыз, коллагендерді ішіп жатамыз, иә. Бірақ ол сырттан келген коллаген. Ал біздің ағзамыздың өзінің коллаген вырабатывать етеді ғой. Именно экстракт сакуры сол коллагеннің, ағзамыздың коллагенді шығаруын одан ары жақсартады, күшейтеді. Өзіміздің коллагеніміз, өз ағзамыз оны жақсы қабылдайды. Коллаген деген тек қана біздің терімізге, әдемілігімізге ғана керек емес. Коллаген деген ең бірінші біздің каждый жасушамыздың, оның жаңағы вялый болып тұрмауына да керек, иә. Ол біздің буындарымызға керек. Ол бүкіл ағзамызға коллаген керек. Соны жаңағы 30-дан асқаннан кейін коллагеннің бөлінуі азая бастайды. Біздің организміміз темір емес қой. Және де бұл экстракт сакуры жаңағы токсиндерден тазалайды біздің терімізді. Әрбір қаланың өзінің бір жаңағы проблемасы бар. Сол токсиндерден тазалайды, иә. Одан кейін барып, мына біздің бетіміздегі дақтар, кожадағы дақтар, кожамен өте, терімен өте жақсы жұмыс істейді. Жаңағы біздегі мына осыған дейін айтып келе жатқан, және де тағы да айтатындардың көбісі терімен мықты жұмыс жасайды. Всевозможные кожные заболевания дейді ғой, тері ауруларының бәріне көмектеседі. Өте жақсы көмектеседі. Сол псориаз болсын, аллергия болсын, керемет результаттарды, нәтижелерді бірақ упаковкасын ішуден көріп жатыр көп адамдар. Енді одан басқа бізде куркумин. Куркумин де бұл мықты онкопротекторлардың біреуі болып есептеледі. Мықты антиоксиданттардың біреуі болып есептеледі. Одан кейін барып бұл бауырмен өте токсиндерді шығарады, иә. Токсиндерді шығарады. Ал бауырдың дұрыс жұмыс жасағаны, біздің қанымыздың басты фильтрі бауыр ғой. Кеше өткенде Жанар Төлеуовна бауыр туралы керемет сабақ өтті, иә. Бауырдың бүкіл гормондардың бөлінуіне, бауырдың жұмысы бұзылған кезде, бауырдың жаңағы бұзылған кезде біздің щитовидка кетті, щитовидканың жұмысы бұзылды дегеніміз біздің бүкіл гормональный системаның бұзылуы. Соған байланысты керемет жұмыс өтті. Сол бауырымызды тазалайтын бірден бір дүние ол осы куркумин. Бұл қан тамырларымен де жұмыс жасайды. Кожаға да, бауырмен дұрыс жұмыс жасағаннан кейін, әрине ол сіздің теріңізге де әсер етеді. Міне осындай керемет ингредиент бұл куркумин. Одан кейін бар гимнема сильвестр. Гимнема сильвестр дегеніміз бұл именно біздің жаңағы, бұны аюрведический медицинада убийца сахара деп атайды. Бұл бостан босқа ондай атауға ие болған жоқ. Бұның жапырағын жегеннің өзінде сізге тәттіге тәбетіңізді басады. Құры жапырағын жегеннің өзінде. Ал енді оны нанотехнологиямен выжимкасын алған кезде, ол біздің инжесераның құрамында болған кезде, инжесераның егер байқасаңыздар, дәмі тәтті да, бірақ қантты көтермейді ол. Бірақ қантты көтермейді.
қанттың деңгейін түсіреді. Одан кейін барып ол холестеринге де жаңағы холестериннің де нормасын реттеуге көмектеседі. Одан кейін барып жаңағы тек қана жаңағы сахарды төмендетіп холестеринді ғана реттеп емес, ұйқы безі. Ұйқы безі дегеніміз ол мына бүкіл ас қорытуға қажетті ферменттерді бөлетін ұйқы безі сол. Сол ұйқы безінің жұмысын реттейді, қалпына келтіреді де. Ол жерде мысалы ұйқы безінде бәріміз білеміз, иә, панкреатит деп жатамыз. Вот сондай аурулардың бәрін көмектеседі, алдын алуға көмектеседі, қалпына келтіруге, реттеуге көмектеседі. Қант диабеті бар адамдарға міндетті түрде эйджисераны ішу керек. Егер бізде жаңағы осылардың бәрі қантқа тәбетіміз азайса, жаңағы инсулиннің бөлінуі реттелсе, иә, соның бәрі реттелген кезде бізде табиғи жолмен біз естественным ешқандай диета ұстамай-ақ уже салмақ тастауға көмектеседі. Сондай керемет. Одан кейін барып гранат. Гранат дегеніміз бәріміз білеміз, анар, иә. Бұл мықты противогрибковые средства. Қазіргі таңда грибоктар өте көп. Иә, бәріміз ешқайсымыз нанды үйде пісіріп жеп отырған жоқпыз. Ішінара біреулер ғана бірен-саран ерікпеген, жаңағы уақыты бар, ерінбеген адамдар пісіреді. Әрине, ол денсаулыққа өте пайдалы. Бірақ бәріміз барамыз да магазиннен нан аламыз. Міне мен де сіздердің біреуіңіз, міне жаңа ғана нан алып келдім, иә. Магазиннен осындай нандарды аламыз. Оның ішіндегі бәрі дрожжи. Дрожжилардың бәрі ол грибоктар. Иә. Соның бәрінен біздің ағзамызға, одан кейін сдобныйларды, неше түрлі пирожный жеп бастаймыз. Жанар Төлеуовна қосылып жатыр. Вот соның бәрі біздің ағзамызға зиянды ғой. Гранат дегеніміз сол противогрибковое средство. Для меня было это открытие. Мен білмедім гранаттың сондай қасиетінің бар екенін. Эйджисераны ішуіміз керек. Одан кейін барып тағы да бұның құрамында мына ягодалар бар да, жеміс жидектер бар. Ол ежевика, бузина, малина, черника. Черника дегенімізді бәріміз білеміз, экстракт черники деп, зрениеге, көздің көруіне неліктен, ол өйткені майда талшықтарды, капиллярларды тазалайды. Ал жаңа кеше осының алдыңғы аптада өткенде Жанар Төлеуовна сахарный диабет туралы, қант диабеті туралы айтты. Қант диабетімен ауыратын адамдардың зрениесінің нашарлауы дегенге, соның бәріне көмектесетін осы біздегі осы ягодалар. Бұл жаңағы лютеиндер, зрениенің. Қазіргі біздің балалардың бәрі мына сотовыйда отырады, иә, бала тынышталсын деп. Балалардың көбісі оптикаға жұмыс істеп жатырмыз. Оптикада бәрі очки тағады. Очкилерін тағып, көзілдіріктерін тағып жүреді. Оның бәрі балаға зиян. Сол зрениесін қалпына келтіруге көмектеседі. Біз неге ауырған кезде малинамен, температура болып, грипповать етіп тұрған кезде малинамен шай ішіп жатамыз, иә? Өйткені оларда витамин С-ға өте бай екенін білеміз. Және де олардың жаңағы противовирусный, соның жаңағы вирустарды өлтіруге көмектеседі, иммунитетке жұмыс істейді. Және бұның бәрі тұнып тұрған клетчатка. Клетчатка деген біздің ішегімізге, ас қорытуға өте қажетті дүние. Бұл одан кейін ең соңғысы, бұл жаңағы құрамындағы белый персик, шабдалы деп жатамыз. Бұның шабдалы витаминдер мен минералдарға өте бай. Біздің ағзамызға қажетті витаминдер мен минералдардың бәрі дерлік осы шабдалыда бар. Одан кейін барып бұл аллергиядан өте жақсы көмектеседі. Және де ас қорыту жүйесіне өте жақсы көмектеседі. Енді қараңыздар, осының бәрін жаңағы менің атап айтып өткен нәрселерімізді еске түссек, церамиды, ол біздің терімізбен ылғалдануына, әрбір терімізді, клеткамызды қорғайды дедік. Одан кейін хайталив, ол противовоспалительный система, қабынуды тоқтатады, онкопротектор, антиоксидант, мыналардың бәрі антиоксидант болып табылады. Одан кейін барып ол жаңағы кардиопротектор деп жатыр, дедік. Одан кейін куркумин. Куркуминнің қасиеті сердечно-сосудистый система, буын ауруға да көмектеседі. Ол куркумин дегеніміз тоже мықты антиоксидант, бауырды тазалайды дедік. Одан кейін барып
жаңағы экстракт сакура ол біздің терімізді, коллагендердің бөлінуін арттырады, стимулировать етеді, көтереді, көбейтеді. Одан кейін барып жаңағы ягодалардың біздің майда тамырларымен жұмыс істейді, клетчатка біздің ас қорыту жүйесімен, ішегімізбен жұмыс істейді. Мына персик дегеніміз шабдалы, ол да витамин минералдарға өте бай, және де біздің ЖКТ-ға өте пайдалы, аллергияның кезінде өте жақсы, сорбент сияқты жұмыс жасайды. Одан кейін барып жаңағы анар дедік, ол противоглюковый. Қарасаңыздар, біздің ағзамызға бүкіл қажетті нәрсенің бәрін беріп тұр. Бұл деген біздің каждый клеткамызға тамақ. Біз күнделікті жеп жүрген ингредиенттерімізге біз просто ашып, холодильнигімізді ашып қарайтын болатын болса, дастарханымыздың үстіне қарайтын болатын болса, біз қаншалықты өзіміздің ағзамызға қажетті нәрселерді беріп отырмыз. Қазіргі кезде мына селитра қосып, құрт жемейтін алманы жеп жүрген кезде, оның бәрі біздің клеткамыз аш. Соған қажетті дүниенің бәрін біздің күніне бір саше AG-сера сізге сол бір соткадағы нормаңызға, клеткаңызға қажетті дүниені беріп отыр. Енді қараңыздар, бұл AG-сера. Одан басқа AG-брук деген өнім. AG-брук бізде келеді скоро. Қазір оған байланысты ертең аргүндері хабарландыру жасаймын. AG-брукқа байланысты, келу уақытына байланысты нақты уақытын біліп отырғаным жоқ. Так, енді одан басқа Қазақстанның нарығына қазір уже еніп тұрған, келіп тұрған өнім бұл AG кофе. Бәріміздің жақсы көріп кеткен кофеміз. Мен де сол кофені ішіп жаңа ғана келдім да, міне AG кофе, осындай сашелердегі AG кофе. Бұл кофенің иісі бірінші ашқан кезде иісімен баурайды. Мұрыннан кіріп, Абайдың өлеңдері құлақтан кіріп бойды алатын болса, біздің кофе мұрыннан кіріп бойды алады, баурап алады. Бұның құрамында гинка белоба бар. Гинка белоба дегеніміз ол мимен жұмыс істейді, мидың қан айналымын, жаңағы есте сақтау қабілетін. Қазір балалардың жаңағы мектепке барып жүр, мектепке барған кезде миға нагрузка түседі. Мимен жұмыс істеген кезде мы больше энергии затрачиваем, нежели когда просто физически жұмыс жасағаннан гөрі мимен жұмыс жасаған кезде энергиямыз көп кетеді. Соған өте жақсы көмектеседі. Зрениені жақсартады. Кофе деген енді керемет. Одан кейін барып бұның құрамында, кофенің құрамында омега-3 бар. Омега-3-ті бәріміз білеміз, Омега-3 ол балық майы. Полинасыщенные жирные кислоты дейді. Полиненасыщенные ма, насыщенные ма, Жанар Төлеуовна, напишите, пожалуйста. И вот соны әрбір клеткаға қажетті жаңағы осы майлардың бірі, омега-3. Бұл да біздің қан тамырларымызбен өте жұмсақ жұмыс жасайды. Есте сақтау қабілетін, центральный нервный система, депрессия, бәріміз стрессте жүрміз, Кімде қашан кредит, кредит келе жатыр, ойбай кредитім деген кезде, уже бәріміз соны ойлай бастаймыз, уайымдай бастаймыз, анаған уайымдаймыз. Эта функция не отключается. Но бірақ біз өз ағзамызды поддерживать етіп, қолға алып, осымен жұмыс жасап ішетін болатын болсаңыздар, пайдасы өте керемет. Қазіргі таңда бізде кофеге прям компания, честно скажу, не успевает поставлять. Кофе қандай объеммен келсе де бір күнге жетпей разбирают. Это факт. Факт. Солай болып тұр қазіргі таңда. Тағы да көптен жіберіп атыр. Енді бұның құрамында бізде AG-серада жаңағы кофенің құрамында қант емес, қанттың орнына стевия. Стевия дегеніміз это здоровый заменитель сахар. Ол дегеніміз қалай? Сахарный диабетпен ауыратын адамдарға да ішуге болады. Және де ол кісілерге мен мына бір пакетті сразу ішкенін бір кружкаға бөліп жаңағы ішкені дұрыс емес, жартысынан бастаңыздар. Даже сау адамдарда өздеріңізде жартысынан бастап. Не испытывайте себя. Бір пакетикті жартысын езіп, бір кесеге сөйтіп ішіңіздер. Дозировканы көп деген жақсы емес, не всегда.
много это хорошо. Аз мөлшерде ішіп бастаңыздар. Одан кейін өздеріңіздің ағзаларыңызды тыңдаңыздар. Ақырын дозировканы көтеріп көріңіздер. Қалай реагировать етеді? Сіздің ағзаңыз сізге не дейді? Өзі сигналын береді. Сіз де ет пен теріден жаралғас. Мүмкін маған бір пакет ішкен обострение бермеуі мүмкін. Менің ағзам мен сіздің ағзаңыз бірдей емес. Әрқайсымыздың біз жеке индивидуальностьпіз, жеке адамдармыз. Бірдей диагноз болуы мүмкін. Бірақ сол диагноздағы адамдардың реакциясы, жаңағы осы эйджи-сераға болсын, кофеге болсын, ол әртүрлі болуы мүмкін. Так что индивидуально. Қарап, ақырындап, аз-аздан бастағандарыңыз дұрыс. Иә? Одан өзге бізде AG Mix кофесі, бұл әлі Қазақстан нарығына енген жоқ. Бұл ер азаматтарға арналған кофе. Құрамында ашваганда мен саф пальмет та бар. Бұны да әлі разбирать етіп айтатын боламыз. Айтатын тақырыптар әлі көп алда. Және де бізде уходовый косметика, олар да кіреді. Алла қаласа енді жаңа жылға дейін бәрін енгізіп боламыз деп ойлап отырмыз Қазақстан нарығына. Енді оның бәрі бір Алланың қалауымен уақыттың еншісінде. Енді қараңыздар, біздің компанияда тек қана өнім алып, денсаулығыңды түзетіп, емделу ғана мүмкіндігі, жасару, денсаулығыңды түзету ғана мүмкіндігі емес, біздің қаржылай денсаулығымызды, қаржылай жағында жақсартуымызға мүмкіндік бар. Енді қараңыздар, компанияда бизнес бастау үшін, егер компанияда просто потребитель болып, мынаның не екенін көрейін, өнімді көрейін, одан кейін ойланам дейтін болатын болсаңыздар, онда сіздерге базовый пакет жарайды. Честно айтамын. Бізде Қазақстанда 8% НДС қосылады, үстіне жаңағы налогы қосылады. Сол $1 курсы 560 теңге. Қазір сіздер айтуларыңыз мүмкін, көшедегі доллардың бағамы былай ғой деп. Жоқ, бізде сатып алғанда да, және бонустарыңызды алғанда да сол 560 Одан ешкім ұтпайды, ешкім ұтылмайды. Бұл компанияның қойған талабы. 8% қосыламыз. Базовый пакет ол 75 PV, EGP дейміз, ол жаңағы 75 PV, $75. Бізде бірге бір. Ешқандай коэффициент жоқ. Көп компанияларда 0,7-ге, 0,80-ге, 0,8-ге деп, жаңағы 0,70-ге, 0,80-ге, 0,72-ге, 0,68-ге көбейтіп, жаңағы долларға айырбастап жатады. Жоқ, бізде олай емес. Бізде көп компанияларда сенің алған $1000 өнім алдың, сенің олың саған мынандай PV береді деп, 500 PV береді, 300 PV береді, 700 PV береді деп PV-мен, и одан кейін PV-ден бонусыңызды санап жатады. Оның бәрі сіздің қалтаңызға емес, сіздің қалтаңызға кері ойнайтын дүние. Бізде $1 1 PV. 8% налог қосылады дедім. Ол үстінен қосылады, одан төленбейді. Енді қараңыз, базовый пакет дегеніміз $75. Оған 8%-ын қосқан кезде ол 45.360 теңге. 45.360 теңгеге сіз потребитель бола аласыз. Бизнесті қазір ақшам жоқ, мүмкіндігім болмай тұр дейтін болатын болсаңыз, онымен де бизнес бастауға болады. Компания сізге шектеу қойып тұрған жоқ. Екінші, оған сіз 2 упаковка AG-сера аласыз. Премиум пакет ол $300 пакет. Оған 8%-ын қосып теңгеге ауыстырған кезде, теңге бағамымен ол 181 мың теңге, 181.440 теңге болып есепті теңгемен. Оған сіз 8 упаковка AG-сераны аласыз. Элит пакетіміз ол негізі $900. Қазіргі таңда біздің Қазақстанға акциямен $450. 8%-ын қосқан кезде оның бағасы 272.160 теңге. Енді қараңыздар, 272.160 теңгеге сіз 12 упаковка AG-сераны ала отырып, компанияда бизнестің ең үлкен пакетін алып бастап кете аласыз, максимальны доход табыс таба аласыз. Компанияда 8 түрлі табыс көзі бар. 8 түрлі табыс көзі бар. Қазір сіздерді сонымен таныстырып өтетін боламын.
Бірінші табыс көзі ол реферальный бонус, прямой бонус деп жатады. Ол бізде кәдімгі реферальный. Реферальный бонусты қай уақытта төлейді компания? Сіз адам шақырған кезде. Мысалы сіз, Күміс ханым, мені шақырдыңыз. Менің тіркелген пакетімнен базовый, премиум ба, элит ба, менің пакетімнен 30% сізге реферальный бонус төленеді. Егер мен базовый пакетке тіркелген болсам, $75, сізге $22.5 реферальный төленеді. Ол дегеніміз теңгеге шаққан кезде 12.600 теңге. Сіз бір адамды шақырдыңыз, 12.600 теңге таптыңыз. Менің тіркелгенім 45.360 теңгеге мен өнім алдым. Енді егер мен премиум пакетке тіркелсем, $300 181.440 теңгеге. Сізге $90 реферальный бонус түседі. Ол дегеніңіз 50.400 теңге. 50.000 теңге бір адамға 181.000-ға мен өнім алдым. Өзім үшін, сіз үшін емес. Мен өзім үшін, мен бизнес бастағым келеді. Мен өзім ішкім келеді. Мен кәдімгі шешім қабылдадым. Оған сізге уже 50.400 теңге. Егер мен элит пакетке тіркелетін болатын болсам, сізден кейін 272.160 теңгеге, онда сізге реферальный бонус. 1 минут айып етпеңіздер, мен ана телефонды бос. Телефон қалқатты, дауыс шығып кетті, айып етпеңіздер. Так, енді қараңыздар. Егер бұл элит пакеттен сіздерге $135 реферальный бонус түседі. $135-ды егер сіз теңгеге ауыстыратын болатын болсаңыз, ол 75.000 теңге. Бір адам, бизнес, айттыңыз, түсіндірдіңіз, зумға шақырдыңыз адамды, ол адам шешім қабылдады, өзі үшін, сіз үшін емес. Осы жерде отырғандарыңыздың барлықтарыңыз өздеріңіз үшін, сол адам өзі үшін шешім қабылдады. Мысалы, мен тіркелдім, мен өзім үшін шешім қабылдадым. Келдім, 272.160 теңгеге тіркеліп, өнім алдым. Компанияның партнері болыпсың. Сізге мені шақырғаныңыз үшін 75.000 теңге. Бұл тек қана реферальный бонус. Сіз мына жерде егер 3 адамды шақыратын болатын болсаңыз, өзіңіз жеке шақырсаңыз, өзіңіз қай пакетте болып, сол пакеттегі адам шақыратын болсаңыз, мысалы, сіз базовыймен тіркеліп, 3 адамды базовыйға сен өзіңіздің салған ақшаңызды шығарып аласыз. Өзіңіздің салған ақшаңызды спокойно шығарып аласыз. 3 адамның. Оған мен гарантия беремін. Енді қараңыз, бұл сіздің қай пакетке тіркелгеніңіз маңызды емес. Сіздің қай пакетке тіркелгеніңіз маңызды емес. Кез келген пакетте көп компаниялар, егер сен кішкентай пакетке тіркелген болатын болсаң, сенің реферальный бонусың 20% болады. Үлкен пакетке тіркелсең 30% деп сөйтіп бөлінетін мерзімдер болады, а бізде ондай нәрсе жоқ. Осыған мұқият болғандарыңызды қалаймын. Енді қараңыздар, екінші бонус, реферальный бонус түсінікті деп ойлаймын. Екінші бонус көзі, ол табыс көзі, ол бинарный бонус. Бинарный бонуста бізде бинарный бонусымыз ол малый ножкадан, сізде екі жағыңызда қос қанатыңыз, екі командаңыз бар. Біреуінің товар обороты көп, үлкен товар оборот, командаңыз мықты, жаңағы бір жағыңыз күшті жүріп келе жатыр, екінші жағыңыз аз оборот беретін жағы. Сол аз оборот беретін жақтың объемынан, товар оборотынан төленетін бонус. Енді қараңыздар, көп адамдар мына моментті түсінбей жүр екен, мұқият тыңдаңыздар, қараңыз. Күн сайын, лимит күн сайын. Енді қазір мысалмен түсіндірейін. Бүгін мысалы, мен базовый пакетке тіркелген болатынмын, мен базовый пакетке тіркелген, мен өзім пакетім. Енді алғашқы малый ножкамда, малый ножка товар обороты аз жағы, сол жаққа қарай келді да, мысалы, Роза ханым тіркелді. Роза ханым тіркелді, тоже базовый пакетке $75. Одан мен базовый пакетте болғандықтан, мен одан алғашқы $75-дан 15% алам. 15% дегенім
$11,25. 12.600-дің жартысы 6.300 теңге сізге бинар түсті. Енді одан кейін малый ножка ма ол жерге Мереке ханым тіркелетін болатын болса, ол уже 75 емес, келесі 75 қой. Келесі 75. Бүгін тіркелген кезде мен одан уже $3 алам. Өйткені компанияның айтатын шарты бар. Алғашқы 75-нен 15 төлені, екіншісінен уже $3 аласыз. А егер Мереке ханым бүгін емес, бүгін менде тек қана Роза ханым тіркелді, Мереке ханым тіркелген жоқ. Мереке ханым ертең тіркелді менің малый ножка жағыма. Ертең тіркелді, $75. Сол кезде одан опять-таки 15% алам. Күнделікті алғашқы тіркелген $75-дан 15% алам. Түсіндіңіздер ма? Күніне максимально $86.25 алуға болады. Енді, егер менің пакетім премиум болғанда, мен не істейтін едім? Мен премиум болсам. Жаңағы Роза ханым тіркелді $75. Мен одан 15% алдым. Мереке ханым тіркеледі 75, мен алғашқы $300 дейін Мереке ханым тіркелді. Ол әлі мен 300-дің лимитіне жеткенім жоқ қой. Мереке ханымнан да 15% алам. Күміс ханым тіркелді. Уже менде 150 болды, әлі еще $150 бар запаста. Күміс ханым тіркелді. Мен одан да 15% алам. Жеміс ханым тіркелді. Ол кісіден де 15% алам. Сол кезде осы 4 адам 75-ке тіркелген кезде $300 товарооборот шығады. Немесе Роза ханым алды да $300 премиум пакетке менің малый ножка жағыма қарай тіркелді. Товарообороты аз жағынан. Содан 15% аласыз. Ал $300-дан 15% дегеніміз ол $45. Одан кейін, мысалы Роза ханым $300-ға тіркелді да, менде сол лимит сонымен бітті. Одан кейін Күміс ханым 300-ге тіркелсін, 75-ке, элит пакетке тіркелсін, не имеет значения, қалғанынан мен уже 5% алатын болам. А егер Роза ханым ғана бүгін $300-ға тіркеліп, басқа адамдар контракт өтпеген болатын болса, ертесі күні 300-ге дейінгіден мен қайтадан 15%-дан алып отырам. Түсініңіздер ма? Осы түсінікті ма? Ал енді элит пакетте қазір біз 50%-тік жеңілдікпен кіріп отырмыз, бірақ бинардағы есептелетінін, бинардағы беретін мүмкіндігін 100% аламыз. Ол дегеніміз, біздің малый ножкаңызда $900 дейін, ол 2 элит пакет, немесе 3 премиум пакет, немесе 12 базовый пакет сіздің малый ножкаңызда, сіз ғана емес, командаңызбен бірге малый ножкаңызда сондай объемды өткізген кезде, сол алғашқы 900-нен бүгінгі өткеннің, мысалы 900-ден, ол 800 болу мүмкін, ол 700 болу мүмкін, ол 500 болу мүмкін, сол 900-ге дейінгі сумадан 15%. Мына жерде кейбір кісілер айтады, $900-дан жаңағы 15, одан кейін 8% екен ғой дейді. Мен статистиканы көріп отырмын ғой, қайсыларыңыз күнбе-күн лимиттен асып кетіп атқан. Өте аз ондайлар. Лимиттеріңізді контролировать етіп, $900-дан 15% алу дегеніміз, ол күніне $135-дан алып тұру деген сөз. Кемі. $900-дан асқанынан уже 8% без лимит, шектеусіз. Көп компанияларда аптасына беретін суммада шектеу бар. Бізде ондай шектеу жоқ. Сіздер бір күннің ішінде малый ножкаларыңызда $100,000 товарооборот өткізсеңіздер, бір күнде сол $100,000-дан алғашқы 900-дан $15% төлейді де, қалған $99,100 товарообороттан 8%-тен төлейді, сізге лимит қоймайды. Ол деген сіздің көп компаниялардың бір апталық лимитінен асып кетеді. Бізге компания лимит қойған емес. Түсінікті ма? Күнделікті, бүгін 900 өтті ма, ертең қайтадан сіздің малый ножкаңызда, ертең болсын, ертең аргүні болсын, кез келген бір аптадан кейін болсын, бір айдан кейін болсын, сізде контракт өтті малый ножкаңызда. Алғашқы 900-нен 15% аласыз. Одан кейін 8% аласыздар. Бұл өте үлкен мүмкіндік. 15
процент бинарды чистом виде ешкім бермейді. Бәрін PV-ға, коэффициентке байлап тастаған. Егер процентін белгілеріңіз келетін болса, мен жаңа налог деп сумманы бөлек алып отырмын, егер процентін белгілеріңіз, міне пакеттің суммасы, $900, $450, $300, $75. Соның выплатаға беретін сумманы кәдімгі проценті мектепте жүргенде үйрендік қой, сөйтіп есептеңіздер. Сол процентпен төлейді компания. Енді қараңыздар. Мына матчинг бонус, чек от чека деп жатамыз. Келесі табыс көзі бұл чек от чека, бонус за лидерство. Бұл сіздің командаңыздан шақырған адамдарыңыздың, құрған командаңыздың бинар бонусының тапқан проценті. Қазір сіздер айтуыңыз мүмкін, ойбай, мына жерде ең көп беріп тұрғаны 5 қой, 1% деген не, 2% деген не, это же смешные проценты деп, олай да айтуларыңыз. Бірақ мен сіздермен келіспеймін. Себебі, қазір түсіндірейін. Себебі, қазір сіздерде Қазақстанда өте көп особо популярный нәрсе алғашқы 3 уровеньнен береді. Алғашқы 3 уровеньнен береді, 10%-тен 15%-тен беріп жатыр, Сол кезде просто отырыңыздар да есептеп қараңыздар. Геометрический прогрессивні алайық. Сіз 2 адам шақырдыңыз. Бірінші уровеньде 2 адам. 2 адам 2-ден шақырды. Екінші уровеньде 4, одан кейінгіде 8, үшінші уровеньде 4-ші деңгейде 16, 5-ші деңгейде 32, 6-ші деңгейде 64. 2-2-ден строго 2-2-ден кеткен кезде. Енді қараңыздар. Просто есептеңіздер. Бірінші уровеньдегі 2 адамнан 10% алған тиімді ма? Әлде 6-шы уровеньдегі 64 адамнан 1% алған тиімді ма? Жазыңыздаршы чатқа. Сіздер цифраны қараймыз. И одан кейін тағы да бір нәрсені айта кетейін. Мұна біздің компанияда сіздің статусыңызға байланысты емес. Көп компанияларда бастапқыда сіз белгілі бір товар оборот жасағанға дейін сізге 2-ші уровеньнен матчинг бонус бермейді. Сіз белгілі бір шартты орындайсыз, товар оборот жасайсыз, мына статусқа жетесіз, сол кезде сіз 2-ші уровеньді аласыз. Одан кейінгі статусты жасағанда 3-ші уровеньға жетесіз. Оғанға дейін ол проценттердің бәрі компанияға кетеді. Мына жерде сіз, мен компанияға 1 тиын жібермеймін, мен бизнесқа келдім деген шешім қабылдадыңыз ба, элит пакетке көтердіңіз да 6-шы уровеньге дейін проценттерді алыңыз. Егер сіз базовыйда болатын болсаңыз, енді 45 мың теңгемен кіріп бизнес бастап жатқан кезде сізге компания ешқандай шартсыз, ештеңесіз, дәнеңесіз 2 уровеньнен матчинг бонус беріп тұрса. Менімше нормально, справедливо, әділ. Одан кейін жаңа бинарды айтуды ұмытып кетіппін. Біздің бинардың статусқа байланысты проценттері өспейді. Сіздің компанияда осы 7 жылдың ішінде $21 миллионер бар. Сол $21 миллионерде маркетингтен дәл осы проценттерді алады. Дәл осы процентті алады. Бүгін элит пакетке тіркелген адаммен бірдей проценттер алады. Әділ ма? Менімше әділ. Өйткені әрқайсымыз бір жұмыс жасаймыз. Әркім өзінің еңбегіне қарай жараса алу керек. Сіздің де еңбегіңіз. Одан да ана бір кезде болады. Болашақта мен жетем. Сағым, арман. Осыған жетемін деген емес. Компания бүгін дәл осы сәтте сізге беріп тұр. Осындай. Енді қараңыз, тағы да бір үлкен плюсты айтайын. Мына матчинг бонус деген бинарный бонусқа байланған деп айттым, Бинарный бонуста бізде шектеу жоқ дедім. Элит пакетте шектеу жоқ. Шексіз 8%-бен ала аласыз дедім, Айтылды ғой ол. Енді сіздің партнеріңіз, мысалы сіз мені шақырдыңыз. Мен шексіз сол бинарды алып отырған кезде, бонусты алып отырғанда, сіз менің спонсорым болғандықтан, сіз сол менің шексіз бинарымнан матчинг аласыз. Көп компаниялар айтады, сізде матчинг бонуста шектеу жоқ дейді. Қалай шектеу жоқ?
Бірақ бинарда шектеу бар. Бинарда шектеу бар дегеніміз матчинг бонуста шектеу бар деген сөз. Бинарда шектеу бар деген сөз, ол матчинг бонуста шектеу бар деген сөз. Өйткені мына жерде егер маған компанияда бір аптаның ішінде максимум $5000 бинарный бонус ала аласың деген шектеу бар болатын болса, демек мен матчинг бонусқа ол адамнан даже 10% беріп тұрса, $500 ғана максимум ала алам. Солай ғой? А егер менің командамда шектеу жоқ болатын болса, одан сен шексіз түрде матчинг бонус ала аласың. Сіздің бірінші линияңызда адам саны көп болған сайын, командаңыздағы адамдар көп болған сайын, бірнеше веткаларыңыз болып, солардан мына 6-шы уровеньге дейін алатын болсаңыз, осы жерде шектеу жоқ деген осы. Ширинаға да и доходқа да шектеу жоқ. Бинармен тығыз байланысты бонус. Компанияның ең үлкен табыс көзі бинар мен матчингте. Ең үлкен табыс көзі. Түсіндіңіздер ма? Матчинг бонус түсінікті болды ма? Кері байланыс чатқа жазып жібере қойыңыздар. Бинар мен матчинг түсінікті ма? Айта қойыңыздар. Плюс қойып жіберіңіздер түсінікті болса. Бүгін прям подробно түсіндіргім келді. Для меня было открытие. Так. Қыздар, тыңдамай отырмыз ба? Ажар ханым, ана бинарда бар ғой, бинарды қойыңызшы жаңа қайтадан. Бинар. Міне бинар. Иә, осы жерде мына бір спаривание деп тұр ғой. 11.25. Мына премиумда 11.25 бұл не деген сөз? Мына бір қасында скобкада 4 тұр. И мына 12 тұр скобкада. Түсіндім. Қараңыз, ол спариванияға мына жерде компания мына есептеген кезде қиындатып есептеледі, мен соны сіздерге жеңілдетіп түсіндіріп беріп отырмын. Бір жаңағы бинар бір схлопнулся деген 75-те 75, малый ножкада 75 өткен кезде сонымен бір шаг спаривание біреу өтті деп есептеледі. Сондай төртеу болған кезде сіз алғашқысынан 15%-тен аласыз, 11.25 дегеніміз $75 15%. 15%-тен аласыз. 75-те 4-ке көбейтетін болатын болсақ, ол 300. Түсіндіңіздер ма? Вот соған каждый 75-ке деп мен сіздерге айтып отырмын. Алғашқы 75-тен базовый алғашқы $75 15% аласыздар, одан кейінгісінен 4% аласыздар. Түсінікті ма? Премиумда алғашқы 300 спариванияның 4.75-тен болған кезде сіздер одан 300 аласыздар, ары қарай 5%-тен аласыздар. Элит пакетте спариваниеден 12 дегеніміз ол $900, одан 15% аласыздар да, ары қарай шексіз бесконечно 8%. $6 дегеніміз 8%. Мен сіздерге жеңіл болсын деп жеңіл түрінде түсіндіріп отырмын. Вот осылар. Так, енді қараңыздар. Енді бізде келесі табыс көзі ол активность. Бізде активность бар. Активностьтен шошымаңыздар. Активность бар жерге келсеңіздер қуаныңыздар. Наоборот айтам. Активность бар жерде стабильность бар. Активность дегеніміз бізде компанияда алғашқы, сіз бүгін тіркелсеңіз, бүгін мысалы 10-шы қазанға дейін сізге активность жасаудың қажеті жоқ. 10-шы қарашаға дейін сіз бір активность жасаңыз, 10-шы қарашаға жасайсыз. Сол кезде активность жасаған кезде активностьтың суммасы жаңағы бір упаковка EG-сера, немесе активностьқа 3 упаковка кофе, оның сіз уже партнер болғаннан кейін, партнер болғанға дейін подпискадағы пакеттегі EG-сераның, EG-кофенің бағасын қарамаңыздар. Сіз активностьке EG-сераның бағасы 18.144 теңге. EG кофенің үшеуінің бағасы солай болып есептеледі. Енді сіз оны өзіңіз жасадыңыз. Енді сіз команданы құрдыңыз ғой. Сол командаңыз большая нога болсын, малая ножка болсын, классикамен төленетін бонустың түрі. Бірінші уровень сіздің партнерларыңызда, бірінші уровеньда партнерларыңызда активность жасайды. Одан сіз 10% аласыз.
Екінші уровеньнен 5, үшінші уровеньнен 5, төртінші уровеньнен 5. Ол базовый пакетте. Премиумда сізде 6-шы уровеньге дейін. Элит пакет 10-шы уровеньге дейін. Бұл жерде компрессия бар. Егер сіздің бір партнеріңіз активность жасамаған болатын болса, бізде бар, е? Мен мойындаймын, менің командамда бар. Тіркеліп қойған, орын алған, бірақ активность жасамаған адамдар бар. Бірен саран, но бар. Солардың орындары, оның төменгісі жоғары көтеріледі. 6-шы уровеньде тұрса, 7-ші уровеньдағы 6-шы уровеньге көтеріледі да, сіз бүкіл 10 уровеньнен аласыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздердің личниктеріңіз көп болғаны өте тиімді. Егер сіз элит пакетпен кәдімгідей команданы ұрып жасап тастайтын болатын болсаңыз, сізде стабильный. Бинардың ең басты минусы қандай, білесіздер ма? Бинарда сенің малый ножкаңда товар оборот болмаса, сен таппайсың доход. Солай ғой. Енді ол жерде контракт жасалу керек қой, постоянно контракт. Ол бірде болу, бірде болмауы мүмкін. Бірақ айына бір рет, сіз команданы бір рет құрдыңыз. Капитально жұмыс жасадыңыз, конкретно командаңызды құрып қойдыңыз. Сол командаңыз ай сайын өзі үшін өзі табыс алғысы келеді, өзінің командасынан табыс алғысы келеді, өзіне сера керек, өзі үшін сатып алады, активность жасайды. И сіз сол құрып қойған командаңыздан ай сайын табыс алып отырасыз. Пенсия деген осы емес пе? 40 жыл сен мұғалім болып жұмыс істедің, күнде мектепке бардың, сабақ бердің, үйттің, 60-қа келдің, пенсияға шықтың. Пенсияға шыққаннан кейін сенің сол 40 жыл жұмыс істегеніңнің нәтижесінде саған ай сайын үкімет төлеп отыр. Дәл солай сіз командаңызды құрдыңыз, командаңызбен жұмыс істеп отырсыз, командаңызды құрып, мотивациясын беріп, командаңызға обучениесін өтіп, бәрін жүргізіп отырсыз, и сіздің командаңыз ай сайын активность жасап отыр, сізге ай сайын сол бонустар түсіп отыр. Пенсия ма, емес па? Активность дегеніміз осы. Бұл жерде компания бинардың жақсы жағын, классиканың жақсы жағын алған. Бұл гибридный маркетинг. Егер элит пакеттің бонусында, егер сіз қазір Дубайдың промоушн орындап 12 адамды бірінші линияға тіркеп тастаңызда, элит пакетпен Дубайдың промоушн қазір айтам, соны тіркейтін болатын болсаңыз, одан кейін 10-шы глубинаға шейін командаңызды сығытып тұрып қойыңыз. 3 адам болсыншы командаңызда бизнес жасайтын. Конкретно мен бизнес жасаймын. Мен осы жерде бүкіл арманымды орындаймын. Мен бүгін кеш ұйықтаймын, ерте тұрам, отырмайым, жатпай тұрмай бизнес жасаймын. Мен осы дегеніме, осы компанияда бүкіл аламын, беріп тұрғанның бәрін аламын деген адам, 3 адам болып, осылар осы бизнесті құратын болатын болса, 3, 9 болып ары қарай 27 болып кетсе командаңыз, ай сайынғы сіздің алатын активностіңіздің суммасы $39,805 жетеді. 3-3-тен 1 плюс 3, бір адам, каждый адамыңыз 3-3-тен шақырып отыр деген кезде $39,805 активності ай сайын алу мүмкіндігі бар. Мен премиум пакетті айтып отырғам жоқ, базовый пакет емес, элитті айтып отыр. 1-ден 10-ға дейін. Вот осы бонустарды алудың мүмкіндігі бар. $39,805 айына. Ол үшін бүгін жұмыс жасау керек. Ертең емес, кеше емес, бүгін. И постоянно, стабильно. Бүгін адам тіркеле ма, тіркелмей ма, маңызды емес. Бірақ стабильно сол жұмысты жасау керек, дисциплина болу керек. Вот сол кезде сіздер осы бонустарға жетуге. Кімге ұнайды, кім алғысы келеді, жазыңыздар чатқа. Давайте саусақтарыңыздың ұшын қимылдатып бастаңыздар. Өздеріңіздің ниеттеріңізді, алғашқы қадамдарыңызды, намерениелеріңізді білдіріңіздер. Мен бинардың бонусын есептеп тұрғамын жоқ. Егер сіздер просто отырыңыздар да есептеңіздерші. Міне, давайте біз қазір сізбен калькулятор аламыз. Қазір біз сізбен есептейміз. Бинарды қарайық. Егер сіздің командаңызға, міне, калькуляторды алайық. Сіздің командаңызға, егер... Давай, Айша, пока. Омар, давай. Сырғақанын сөзіміз. Енді қараңыздар, есептейміз. Қараңыздар, егер сіздің командаңызға, мен көп адамды айтпай қояйын, 100 адам келді дейік, малый ножкаңызға.
Элит пакетпен есептеймін, ренжімеңіздер. Базовый пакет түбінде апгрейд жасайсыздар. 100 адам 450-ден товар оборот беретін болса, ол $45,000 товар оборот. $45,000 товар оборот. Сіз одан қанша аласыз? Ол бір күнде ма, бір айда ма, мен білмеймін. Средний алайық, жартысы 8%-пен, жартысы 15%-пен, де бе? Бөлейік 2-ге. 22,500-ді 15%-пен есептейміз. 3,375. Не? 3,375. 22,500-ді 8%-пен есептейміз. 1,800. Оған 3,300 қанша дедік? 75 дедік па? Мен $5,175. Бұл доллармен есептеп отырмын. 100 адам малый ножкада. 100 адам малый ножкада. Ол сіздің ғана жасайтын еңбегіңіз емес. Ол командамен жұмыс жасалынатын еңбек. Командамен жасалынатын дүние. Енді қараңыз, $5,175 көбейтіңіздерші. 3 миллион теңге. Кімге 3 миллион теңге керек? Мен оның ішінде матчинг бонус есептегенмін. Жоқ, мына матчинг бонус. Потому что сіз ғана емес, сіздің командаңыз табады ғой. Одан да процент төленеді ғой. Қай уровеньде кім алып жатыр. Енді қараңыз, сол 100 адамыңыз активность жасады. Мен білмеймін, ол командаңыз қандай уровеньде қайда тұрады. Приблизительно, егер 100 адамыңыз $30-дан активность жасайтын болатын болса, ол $3,000. Компания элит пакетте 50%-ын бөліп тұр. Грубо аламызда 50% дейміз. 50. 100 адамыңыз 50%-ына жаңағы $3,000 товар оборот жасады, оның 50%. Не? $1,500. Айын қараңыз, ол $1,500 емес қой, негізі. Большая нагодан аласыз ғой, мен сізге малый ножканы ғана есептедім ғой. Большой жағында ол 100-ден көп болады обычно товар оборот. Вот солардың бәрінен алып отырған кезде кімге керек осындай табыс? Енді қараңыз, компания бізде сіздің табысыңызды ешқандай товар оборотқа, малый ножкаңыздағы товар оборот, боковой товар оборот дегенге байламаған. Сіздің тапқан табысыңызға. Кім мына жерде мен нақты табыс табу үшін келдім дегендер бар ма? Маған признание керек дегендер бар ма? Давайте чатқа жазайықшы. Кім не үшін келді компанияға? Сол адамдарды жинау қиынға түсіп тұр ғой. Қиындық сіздің миыңызда, Роза ханым. Кім осы компанияға табыс табу үшін? Кім не үшін келді? Қандай мақсатпен келді? Жаза қойыңыздаршы чатқа. Мақсат бар ма? Егер сіз накопительно $20,000 табатын болатын болсаңыз, сізге компания бірінші статусты жабасыз, Rising Star признаниесін аласыз. Красная дорожка, чествование. Все по высшему разряду. Компания сізге бәрін организовать етіп береді, сіздерге дастархан жайып, жұлдыздай қылып жарқыратып алып шығады. Директор $50,000, глобал директор $100,000, амбассадор $250,000. Енді қараңыз, одан бөлек бізде оған сіздің статусыңыз жабылған кезде сізге автобонус ашылады. Ол дегеніміз сіздің чегіңізге ай сайын 150, 300, 500, $775 автобонус қосылады. Енді қараңыздар, қазіргі таңда бізге тағы да доступный бонусы партнерлар өте жақсы алды. Өткенде китсқа акция болды, осы онлайн шопта. Тағы да акциялары болады, қазір күтіп отырмыз. Егер онлайн магазиннен өзіңізден емес, өзіңіздің бірінші линияңызға кіріп покупка жасаңыздар, бәріктеріңіздің солай жасады өткенде, базовый болатын болса, өзіңіздің бірінші линияңыздың покупкасына 10% қайттан сізге бонус болып қайтады. Премиумды 2 уровеньнен, 2 деңгейден, элитті 5 уровеньға дейін. Просто алыңыздарда есептеңіздер. Кет, бүгін есептейтін күн, калькулятормен дұрыс етейік. Қараңыздар, біз айтамыз, Эджисераның продажный бағасы 25,000 деп. Ең Атыраудағы партнерларым 25,000-нан сатып отыр. 25,000-нан төмен түсіріп отқан жоқ, 25,000 теңгеден сатып отыр. Енді оны онлайн магазиннен, мен өзім тіркелдім, мен енді уже просто елдер клиенттерім бар. Клиенттерге сататын болатын болса, онлайн магазиннен мен 18,144 теңгеге сатып алам. Не? 6,856 теңге менде табыс қалады. Енді
Одан маған 30%, жаңа $30 25% $7,5. Мен оны өзімнен емес, менің бірінші линиям Қызылгүл ханымнан өткізем. Қызылгүл ханымның атынан өткіздім, маған 25% келіп, бонус болып түсті. $7,5. Оны есептейік. 560-қа көбейтетін болсақ, 4200. Жаңа мен айтқам 6800 болған, 6800 бірдеңе. $25-ға, 25.000 теңгеге AJ Serraның бір упаковкасын сатып жіберіп, онлайн магазин арқылы сатып алатын болсаңыз, сіздің табатын табысыңыз бір AJ Serraдан 11.000 теңге. Пожалуйста. Бұлай да табыс табуға болады. Компания сізге перепись населения, бүкіл туған туыстарыңызды, ағайындарыңызды бәрін тіркеп тастап, контракт жасай бер деп айтып отырған жоқ. Пожалуйста, онлайн магазинмен жұмыс істеңіз. Алхамдулилlah. Айып етпеңіздер. Вот осындай. Маркетингтен сұрақтарыңыз бар ма? Так, үшінім. Долларовый миллионер болғым келеді. Жайлан ханым, молодец. Кетіс бар ма Алматы офисында? Кетіс әлі келген жоқ, әрине табыс табу үшін. Тамаша. Қараңыздар. Мен бүгін мынандай бір статья оқыдым. Илон Маск, Стив Джобсты, сол екеуін что объединяет? Екеуінің 18 сағаттың ішінде, қазір ертеңінде тұрдыңыздар, нақты мақсаттарыңыз. Мақсат. Не үшін маған бизнес керек? Мына жерде қазір Роза ханым, қосыңызшы микрофоныңызды. Роза ханым. Алматы офисында кетісті жоқ, қазір өнімдер жоқ, өнім келіп түскен кезде айтамыз, қазір бәрі тосылып қалды. Так, Роза ханым, микрофоныңызды қосыңызшы. Так, мен қазір записті тоқтатайын. Кішкене бізде тренинг болсын арт жағында. Роза ханым.